Қызылорда қаласындағы химия-биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2013 жылдың 30 тамызында еліміздегі зияткерлік мектептердің қатарында 15-ші болып өз жұмысын бастады. 5 жылда мектебіміз іргесі берік білім ортасына айналып, еңбектің, ынтымақтың, бірліктің ұлы куәсіндей талай табыстарға қол жеткізді. Халықаралық және республикалық пәндік олимпиададан 70-тен аса жүлдегер, роботты техника байқауларынан 21 жеңімпаз дайындаған мектеп 2017 жылы Халықаралық мектептер кеңесінің халықаралық аккредитациясынан сәтті өтіп, жоғары білім сапасын растады. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оқытушы профессорларымен бірлесіп, оқушыларымыздың дайындаған зерттеу жұмыстары елге танылып, кейбірі инновациялық патенттерге ие болды. Жарқын болашақтың кірпіштері болар жас ұрпақтың бойына білімділік пен дарындылықтың дәнін себетін Елбасы мектебі оқушылары Асқар Жұмаділдаев атындағы сыйлықтың Қызылорда облысының үздік жас зерттеуші номинациясының иегері атанып, шәкірттеріміздің бизнес идеялары мен инновациялық өнер табыстары облыс жастары арасында өткізілетін Атамекен стартап және Хагдей секілді байқауларда топ жарып жүр. Мұғалім мектептің жүрегі демекші, осы жылдар ішінде мектебімізде бірнеше ұлағатты ұстаздар еңбек жолдарын ұштады. Өздерінің білімдері мен біліктіліктерімен ерекшеленіп, еліміздің жаңашыл, ең үздік жыл мұғалімі қатарынан көрініп келеді. Бүгінде мектептен түлеп ұшқан 382 түлектің 35-і Назарбаев университетінің студенттері, тағы 29-і 8 мемлекеттің білім гранттарын иеленіп, беделді оқу орындарында жоғары білім алуда. Өркениетті қоғамды дамытудың ең бірінші қозғаушы күші білім десек, мектебіміз еліміздің қарыштап дамуына аянбай тер төгіп, өз үлесін қоса бермек.